Сәлем достар! Бүгін сіздерге қартаюға қарсы сарымсақ маскасын қалай жасауға болатынын көрсетемін. Рецепті дайындау үшін бізге 8 түйір сарымсақ қажет. Сарымсақтың құрамында А, В1, В2, В3, В6, В7, С және Е дәрумендері мен минералдар бар. Құрамында әжімдердің пайда болу процесін тежейтін және бар әжімдерді азайтуға көмектесетін қосылыс аллицин бар. Қабынуға қарсы және саңырауқұлаққа қарсы әсері бар. Сарымсақ түйіршіктерін ыдысқа салыңыз. 250 мг су қосыңыз. Сарымсақты пешке қойып, 5-6 минут пісіріңіз. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Мұнда пайдалы рецептер табатыныңызға сенімдімін. Сарымсақ жұмсақ болған кезде ол дайын. Салқындатылған сарымсақты блендермен езіңіз. Сарымсақ бет пен мойындағы әжімдерді тиімді түрде азайтады. Сарымсақ қоспасын електен өткізіңіз. Сарымсақтың күші мен қасиеттері ғасырлар бойы белгілі. Бір ас қасық жүгері қырықмалын қосыңыз. Жақсылап араластырыңыз. Біз қоспаны баяу отқа қоямыз. Қоспа қоюланғанша араластыра беріңіз.
1 шай қасық кокос майын қосыңыз. Сіз оны теріңізге қолайлы кез келген басқа маймен ауыстыра аласыз. Бір шай қасық алоэ вера гелін қосыңыз. Қалампыр майының 3-4 тамшысын қосыңыз. Сіз өзіңіздің сүйікті эфир майыңызды қосуға болады. Ингредиенттерді жақсылап араластырыңыз. Бұл қоспаны кішкене шыны ыдыста сақтаңыз. Тоңазытқышта 7 күнге дейін сақтауға болады. Бұл масканы бет пен мойын терісіне жағыңыз. Масканы теріңізге 30 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін теріңізді жуыңыз. Аптасына 3 рет жағыңыз. Нәтижесі бірінші аптадан кейін әсерін береді.